Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеоны витаминге толы малдың ішек қарнын қайнататын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдыда осы ішек қарнынан түрлі тамақтар жасайтын боламыз. Сол себепті менің видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ішек қарнының иісін кетіру үшін ең алдымен 2-3 рет жақсылап іші сыртын айналдырып жуып алып, оны тұздап мен бір түнге қалдырып қоямын. Бір түннен кейін қарнымызды 1-2 рет жуып жіберіп, оны қазанға салып, 1 рет қайнатып аламын. Қайнаған қарынның шыққан көбігін жақсылап сүзіп алып, қарнымызды сорпасынан, суынан бөлек сүзіп аламыз да, оның суын төгіп тастаймыз. Қазанымызға суымызды жаңалап құйып, оған ішек қарнымызды салып, үстінен 3-4 лавр жапырағын салып жіберіп, астын жай қойып, баяу отта 1,5-2 сағатта қайнатамыз. Мұндағы лавр жапырағы қарнның иісін алады және басқаша дәм береді. Бұған піскен қарнымызды суытып алып, оны соломкалап турап, келесі тамағымызға дайындап қоямыз. Келесіде осы туралған піскен ішек қарнынан ішек қарын қуырдағын жасайтын боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, менімен бірге болыңыздар. Одан кейін достар, ішек қарынды тураған кезде, бұл менде жылқыныкі болғандықтан, қарынның ішінде тамырлары болады. Ол тамырларды да қарап, оларды алып тастап барып тураңыздар. Көріп отырғандарыңыздай, майдың арасында менде тамырлар шығып отыр. Мен оларды алып тастап турадым. Туралған ішек қарындарды араластырып, оны салафан пакеттерге салып, өздеріңізге ыңғайлы етіп, осылайынан бөлсеңіздер болады. Келесіде шетінен алып, тамақ істей берулеріңізге ыңғайлы. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар.